қалай шешім қабылдаймыз және одан қорықпау. Шешім қабылдадыңыздар, нақты осы уақыт сіздің өміріңізді жақсы немесе жаман жаққа қарай өзгертеді. Білімнің өте үлкен күші бар және даналықтың да осы екеуінің ықпалына түсу керек. Білім алдыңыздар, іштей ояну, сергу, рухтану, жігерлену, шабыттану болды және мына жүрегіңіздің желісінде бір керемет күйді сезініп тұрсыздар. Қуаныш, бақыт, махаббат осыны жіберіп алмау керек. Және импульспен емес, даналықпен ойланып, өлшеп, мен не жасайын деп жатырмын деп ойланып шешім қабылдаңыздар. Және өміріңізді өзгертетін шешім қабылдадыңыздар, немесе таңертең кешке 2 рет медитация жасаймын 10 минуттан деп шешім қабылдадыңыздар. Кейде 10 минут ұзақ болып жасай алмай жатасыздар, кейде көңіл күйіңіз керемет болып, одан да ұзақ жасап кетесіздер. Бәрі жасау арқылы келеді, практикамен келеді. Егер де болмай жатырса, қайтадан өзіңізге сөз беріп, қайтадан шешім қабылдап жасап бастаңыздар. Кейде жаман нәрселерді жасамауға біздің күшіміз жетпей жатады. Сол кезде оны 1 аптаға, 2 аптаға, 1 айға қалдырыңыздар. Сол кезде олар жасалынбай қалып қояды. Және шешім қабылдасам, кедергілер көп болып кетеді. Қалай бар, сол күйінде қалдырамын деп жатады. Ол да дұрыс емес. Немесе жасап көрейін, тырысып көрейін деген сөздерді айтпаңыздар. Жасаймын деген нақты шешімді қабылдап жасасаңыздар, сіздер жасау арқылы, практика арқылы кедергілерден аттап өтіп жасайтын мықты адам бола түсесіздер. Және адамдардың 3 категориясы болады. Біріншісі алмайды, жасамайды, олар ең әлсіз адамдар. Екінші категориясы олар алады, жасайды, кедергілерге тап болып қалады. Үшінші категориясы олар алады, жасайды, кедергілер болса аттап өтіп, нәтиже көріп, жеңімпаз болады. Бұлар жеңімпаз адамдар, жеңімпаздың қасиеті. Және Алла тағаладан, жаратушыдан, кванттық әлемнен, бір үлкен күштен неге сенесіздер? Содан сұраған кезде кедергілерді алып таста деп емес, менің күшімді арттыра көр деп сұраңыздар. Және сіз өзіңізбен жұмыс жасап, ішіңізде өзіңіздің күш қуатыңыз бар ғой, жаныңызбен жұмыс жасап, күннен күнге кедергілерден аттап өтіп жұмыс жасаған кезде сіздің күшіңіз мықты бола түседі. Осы мықты күш сізді өмірден алып өтеді.